Қызықты, көңілді, шытырман оқиғаға толып жатқан қолжетімді TikTok. Әрине, TikTok желісі бізге өте ыңғайлы әрі қызықты, бірақ желінің де қараңғы тұсы бар. Армысыздар достар, сіздермен Әсия. Бұл шығарылым қылмысқа толы TikTok жайында болмақ. Қолдау көрсетіп, лүпіл басып, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Мукбанг. Бұл неше түрлі, тіл үйретін, дәмінен рахат алатын, жағымды, өте жақсы қаралым жинайтын жақсы контенттің бірі. Бірақ мына бір қорқынышты оқиғадан кейін бұл контентті қауіпсіз деп айта алмайсыз. Тамақ жеп отырып танымал болып кеткен Қытай қызы Пан Сятин небәрі 24 жасында салмағы 200 келі болды. Яғни оның басты табыс көзі осы блогерлік болатын. Ол мукбанг жанрында стрим жүргізіп отырды. Бұл қыз өзінің сондай экстремалды жайнаған дастарханымен танымалдылыққа ие болған еді. 24 жастағы жас қыз күніне 10 сағат аралығында 10 келі шамасында тамақ жеп бейнероликтер түсіріп жүрді. Барлықтарыңызға мәлім шығар, негізінен мукбанг түсіретін блогерлердің көбісі жеген тағамдарының бәрін ішке қарай толық жібермейді, яғни толық жұтпайды. Бірақ та бұл қыз өзінің алдында тұрған тағамдардың барлығын дерлік жеп қоятын. Содан бір күні аяқ астынан дәл тікелей эфирде Пан Сятин көз жұмады. Не себептен көз жұмғаны айқын, яғни асқазанға қорытылмаған тағамдардың толып қалуы қызды бірден өлімге әкелген. Жалпы бұл мукбанг жайында қыз өзінің досынан білген. Осы контент арқылы жақсы табыс тауып, оқырмандарының лебізіне бөленіп жатқанын көріп, ол да өзіне жағымды қуаныш әкелетін жұмыстың бірі деп есептеп, осы саламен айналыса бастаған. Алайда өкінішке орай, сақтық шарасы мен маңызды ережелерді сақтамаудың салдарынан қайғылы оқиғаға душар болып отыр. Яғни әр нәрсенің өзінің орны мен шегі болады. Осының барлығын ескеріп жүруіміз өзіміз үшін абзал іс. 17 ақпанда сәрсенбі күні ішімдікке сылқия тойып алған мас күйіндегі ер адам 9 жасар жеткіншек қыздың өліміне себепкер болды. Бұндай қайғылы оқиғаның орын алуына көрші үйдегі жүргізілген жөндеу жұмыстары басты желеу болып отыр. Жөндеу жұмыстарынан туындаған дауысқа шыдай алмай, мезі болған көрші үйдегі ер адам сол үйге сөйлесуге барады. Әрине, мас күйіндегі адам жай ғана барып сөйлеспейді. Қолына тапанша алып шыққан екен. Тапаншаны сыртқы есіктен атқанда оқ кішкентай қыздың кеудесі мен басын тесіп өткен. Бұл оқыс оқиға орын алмас бұрын жеткіншек TikTok желісінде дәл осы ер адамның әдепсіз іс-әрекеті жайында тікелей эфирде жариялағандығы мәлім болды. Қыздың қалдырған TikTok желісіндегі бейнежазбасынан үзінді. Осыдан ақ жақсылықтың нышаны емес екені сезілгендей. Ер адам ұсталып тергеу ісі қозғалған болатын. Қылмыскер 30 жастағы Василий Дунец болып шықты. Жалпы өзі тегін адам емес. Оның үстінен адам өлтіру статьясы бойынша жасөспірімді өлтіргені үшін қылмыстық іс қозғалып сотталғаны және де ешқандай тұрақты кірісі жоқ екендігі мәлім болды. Қылмыскер ешкімді өлтіргісі келмегендігін және де осындай оқыс оқиға орын алатындығын ойламағандығын, тек қана қорқыту мақсатында жасағандығын айтып жеткізді. Бірақ тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде ол өзінің кінәсін мойындап, оқиғаның мән-жайын айтқан. Үйді жөндеу жұмыстары 2 аптаға жуық уақытқа созылған. Бірақ демалыс күндері жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Мас күннен көршінің тұрақты жұмысы жоқ болғандықтан күні бойы бәрін де естіп отырған. Күндердің бір күні ол қолына қару алып келген кезде оның шыдамы таусылып, өкінішке орай ер адамның әдепсіз әрі ессіз іс-әрекетінің нәтижесі қайғылы оқиғамен аяқталды. Ал марқұм қыздың әкесі таңертең-ақ маскүнем еркек қайта-қайта келе берген кезде тәртіп сақшыларын шақырып алдын алу керек еді. Әйтпесе бұндай жағдай болмас еді деп бармағын тістеп қалды. Кей адамдар әлемге өзінің махаббатын шашып, күш пен рух беру үшін ақпарат алмасады.
Бұл оқиға Гаррисон Гилкес деп аталатын, өзінің жазылмайтын аурумен ауыратынын білген жас тиктокер жайында. Ол өзінің бұл тығырықтан шыға алмайтынын біліп, өлмес бұрын өз өмірін мұңлы емес, шытырманға толы, қызықты, естен кетпестей етіп өткізуді жөн көрді. 2016 жылы қараша айында 16 жасан Гаррисон өзінің сирек кездесетін жазылмайтын аурумен ауыратынын білді. 1 шілде күні ол өзінің алғашқы химиотерапиясын алды. 12 шілдеде аэропланда ұшып, аспаннан әдемі таулардың бейнесіне тәнті болды. Ол ештеңе болмағандай керемет күйлерді бастан кешіре бастады. Тіпті ауруға қарсы жасалынатын ем шаралары 2-ші орынға қалды десек те болады. Ол тіпті жақсы жаңалығымен бөлісіп, қатерлі ісіктің өсуінің уақытша тоқтағандығын хабарлады. Ал бірақ та өкпеге ісіктің кішкене ғана барғанын айтты. Жас жігіттің жанкүйерлері оған барынша қолдау білдірді. Ол өзінің шытырманға толы, қызықты кездерінен бөлек, бос уақыттарында отбасымен бірге уақыт өткізуді ұмытпады. Ол отбасымен бірге хоккей ойындарын тамашалауға барды. Алайда 17 қараша күні Гаррисон жағымсыз жаңалығымен бөлісті. Яғни оған енді химиотерапияның көмектеспейтіні және де қатерлі ісіктің өлшемі өзгеріп, ол жамбасына дейін өскенін хабарлады. Осылай жас бала өмір сүруге деген үміт пен қорқыныштың ортасында жүрді. 26 қарашада ол өзінің ең сүйікті хоккей командасымен кездесті. Оған ендігі химиотерапия көмектеспегендіктен ем-шараны дәрілерді жұту арқылы қабылдап жүрді. Ал 17 қаңтар күні Нью-Йорктың әдемі көрінісін тамашалап, вертолетпен төбеден ұшты. Кейін 2 аптадан соң ол ауру салдары біршама жеңіл өтіп жатқанын айтты. 8 наурыз күні жас жігіт Мексикаға аттанды. 22 наурызда дәрігерлер оған күтпеген жерден оның үйіне аман-есен қайту мүмкіндігі өте аз. Себебі ол қатты әлсіреген және де оның өмір сүруіне өте аз уақыт қалды деп айтып жеткізді. Әрине, мұндай қаралы хабар әрбір адамға ауыр соққы болып тиері анық. Жас жігіт Гаррисон Гилкестің өлімінен кейін оның ағасы әлеуметтік желіге бейнежазба түсіріп қалдырды. Бейнежазбада жігіт аурудан жаны қиналмады. Гаррисон осы ауыртпашылықтарға қарамастан өмірге ғашық болып, қызықты өмір сүрді. Ол осы қасиетінің арқасында ол басқаларға үміт пен күш беріп, көпшіліктің көзайымына айнала білді. Соңына дейін онымен бірге күресіп, қолдау көрсеткендердің бірі отбасысы болса, бірі нағыз жанкүйерлері болды деп хабарлады. Гаррисон Гилкес өмірден өткенімен, ол туралы айтылған бұл бейнежазбалар жанкүйерлері мен оқырмандарының жүрегінде мәңгілікке қалды. Міне достар, шытырманға тола, қызығы мен қорқынышты сәттері бар бүгінгі шығарылым өз соңына жетті. Егер сізге осындай деректер ұнаса, міндетті түрде арнаға тіркеліп алыңыз. Лүпіл басып бейнероликті достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі қызықты шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.